Сәлем достар, бүгін сіздермен ашыған сүттен жасалатын өте жұмсақ, дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Алдымен сүтімізді жылытып аламыз, ысытпаймыз, кішкене жылытамыз. Одан кейін тұзымызды, ашытқымызды, дрожжи саламыз. Қантымызды саламыз және сұйық май құямыз. Қоспалардың қанша мөлшерде екенін видео астында описанияға жазып қоятын боламын. Жақсылап араластырамыз, ұнымызды саламыз. Бір кетіп араластырып болғаннан кейін қоюланған соң қолмен араластырамын. Қамыр илейміз. Бірақ описанияда жазылған, яғни ұнның мөлшерінен артық ұн қоспауларыңызды сұраймын. Ұн өте қамырымыз жұмсақ болып тұрған дұрыс. Міне қараңыздар, осылай қолға кішкене жабысатын, бірақ қатты жабыспайды. Осындай қамыр болғаны дұрыс. Қатты илеп жіберіп, тағы да ұн қосып жібермеңіздер. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді, арада 1 сағат өтті. 1 сағаттан кейін осылай қамырымызды алып, бауырсақ шелпек пісіре берсеңіздер болады. Қазір бауырсақ кесетін кезде ұн қосуға болады, қолымыз жабыспас үшін, әрі жаюымыз үшін кішкене. Бірақ илеген кезде ұн қоспаңыздар. Мейлінше. Сосын өте жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Кішкене қалыңырақ болып тұрса, бұл жерде бір 4 миллиметрдей мына қалыңдығы. Осылай болып тұрса, өте жақсы, үріліп, шар тәрізді болып пісіп шығады. Майымызды өте қатты қыздырамыз. Қыздырып болғаннан кейін бауырсағымызды салып, қамырымызды салып пісіреміз. Екі жағы қызарғанша пісіріп шығасыздар. Міне қараңыздар, уже көтеріліп, үріліп жатыр шар құсап. Сарғайтып, немесе қатты қызартып, өз қалауларыңызша пісірсеңіздер болады. Іші піседі міндетті түрде. Мінекей бауырсақтарымызды пісіріп шықтық. Әдемілеп, енді тәлегімізге саламыз. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады бастысы. Видео ұнаған болса, пікір қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көп рахмет. Сіздермен болған Құрманқожа Алтынай Ақылқызы.